Түс тағдырға әсер етеді ма? Түстен үкім алуға бола ма? Осы нәрсені айтатын болайық. Мына әлеуметтік желілерде көп тарап кеткен нәрсе ол түстің үкім берілмейтіндігінде. Екіге бөлеміз. Ол үкім алу басқа, пәтуа беру басқа, тағдырға әсер етуі басқа. Яғни екі мәселе. Бірінші пәтуаны айтайық. Үкім алынады ма түстен? Бұл жерде барлық ұстаздарымыз өзі айтып жүргендей, біздің діни шариғатымыз ол әлбетте пәтуаны үш негізден алады. Ол Құраннан, сүннеттен және ғалымдардың ортақ қорытындысынан, пәтуасынан алады. Енді бұл жерде айтып жатқанымыз шариғи пәтуалар, шариғи үкімдер, қандай да бір адамның жеке тағдырына, мемлекетке болсын, тек қана осы біздің шариғатымыз қойған стандартпен жүреді. Бірақ кейбір кездерде осы діни пәтуаға араласып түстің кететін жерлері бар. Соның бірі, мысалы, сол түстегі марқұмдардың кіруі. Осы мәселені қарайтын боламыз. Барлықтарыңызға белгілі екі нәрсені айтатын боламыз. Осы әлеуметтік желілерден іздеп жүрген, қарап жүрген бәріміздің болған оқиғалар. Енді бұны біз жалпы адамзат біледі деп айтып отырмыз. Бірақ сіздер өз өмірлеріңізден де қаншалықты түстен үкім алдым, алмадым деп ойлана аласыздар. Сіздің де басыңыздан бұл нәрселер келеді негізінде. Енді бұл әлемге шарлаған осы Медина қаласындағы кішкентай бір қыздың өмірден өтіп кеткені. Яғни Құран жаттап, қари, хафиз атанған қыз жастай шахид болады. Сосын оны әлбетте мұсылмандарға сай, шахидтерге сай жер қойнына тапсырады ата-анасы. Кейін түс көреді. Түсінде әкесіне айтады екен: әкешім, мен орнымды ауыстыр, менің қабірімді ауыстыр. Мен деген мұнда жаман бір күнәһарлармен жатқаппын. Олардың азаптанғандағы айқайы жаңағы маған тыныш жатуға мазасыз болып тұр, тыныш жатуға кедергі болып тұр. Сондықтан мені орында ауыстыршы депті. Әкесі ол түсті бір көреді, екі көреді. Енді бұндай жағдайда адам не істемек лазым? Мысалы, сіздің түсіңізге де, мысалы, маған да айтады: орамал бер деп сұрады. Барлығымыз марқұм әкеміз жайлы бір түсті көріп жатырмыз, маған көмектес деп айтады, деп жатады. Бұндай жағдайда сонда біз егер шариғат бойынша біздің түсімізден үкім алмауға керек десе, не істеуіміз керек болады? Бұл жерде айта кететін, мединалық жігіт бұны көп талқылап, ойланып, имамдарға барып, ақырында сол қыздың мекенін ауыстырады. Осындай бір оқиға болған екен өмірде. Енді бірінші жағдайда түстен қаншалықты үкім аламыз дегенде, түс әрдайымда ақылға салынып, онсыз да жоруының өзі мақсаты адамға зиян бермеу, адамға пайдасын тигізу мақсатында жорылады. Яғни түс дегеніміз не? Сіз өмірде адам сияқты өмір сүріп жүресіз, бір кездері бір қиындықтарға тап болып қаласыз. Жаңағы ойламаған жердегі бір қиындықтар, сынақтар, денсаулық болсын келіп қалады. Сіздің бірінші жасайтын әрекетіңіз не? Әлбетте, бірінші ол сынақ қайдан шықты, мен не істеуім керек деп сіз жүгіре бастайсыз. Екіншіден, осы нәрселерден шешілмегеннен кейін сіз жан-жақтан көмек сұрайсыз. Ол болмаған соң, әлбетте, Аллаға жүгінесіз. Мүмкін жолым болып кетер деп, жаңағы садақа бересіз. Немесе мешітке барып Құран оқытып, Құдайдан қолыңыз көтеріп сұрап қайтасыз. Әйтеуір берер деп. Түстің үкімі осы жерде тура осылай. Түс ол қиындықтан шығудың соңғы амалдарының бірі. Мүмкін менің қиындығымның шешімі түсімде бар шығар деген адам, немесе сол қиындықта жүрген кезінде анық осы менің қиындығыма жаңағы беретіні бар түстің деп сенген адам сол түстен үкім алады, сол түстен жаңағы керегін, қажетін ала алады өмірде. Ендеше түстегі үкім алудың бірінші шарты, сіз өмірдегі барлық түске дейінгі нәрселерді жасап алуыңыз керек. Одан кейінгісі, егер сіздің түсіңізде нақты бір айтып жатқан болса бір адам,
жанагы маған көмек керек, мени мына жерден, мына кабирден чыгар, немесе мен жанагы кыйналып атырмын, маған бирдеңе істе әйтпесе болмайт дейтин болсо, сиз эмне істөө керексиз? Сиз албетте эң биринчи бул түске өкүм жүргүзбестен бурун бул түске анализ жасайсыз. Бул түс жайлы ойланасыз. Ойлануунун шарттары кандай? Бул түс канчалыкты кыйсындуу? Бир ирет көрдүмбү, 2 ирет көрдүмбү? Бул түстөн кийин менин жүрөгүм эмне сезинди? Бул түстөгү айтып аткан өкүмдөр канчалыкты өмүрдө бул айтылып атканга сайкес келеди? Яғни кабырын барып жан-жагын текшерүү міндетті түрде ашу эмес албетте. Бул жерде биринчи арнайы мамандар менен сүйлөшүү, кабыр жанагы жаназа маселесин жасаган мамандар менен сүйлөшүү. Осы сүйлөшүүлөрдөн кийин барып гана түстөн өкүм алууга болмойт. Яғни бул жерде биринчи маселеде биз айтатыныбыз, түстөн өкүм алынады, бирок эң соңку амал ретинде гана. Мен түс көрдүм, түс көрдүмда чабып барып, жанагы болду мен түс көрдүм экен деп, Алладан маған аян келди деп жасай салууга болмойт. Онун алдында сол кыйындыкка, сол маселеге деген өмүршендик нерселер жасалады. Эгер ол нерселерден эч кандай да пайда бермеген болсо, барып түстүн өкүмүн алып, сиз кажетине жаратасыз. Мүмкүн Алла билет, сиздин ол проблемаларыңыз, ол түстүн келмей жатып чечилип кетүү да мүмкүн. Эндиги бир маселе, осы түстөн өкүм алуудагы жеке адамга катысы бармы, жок эле әлемдик деңгейде адамзатка деп ала аламызбы деген нерсе кетет. Түстөгү ооганда мисалы бирер жылдары әлемдик жанагы окшоолонуу болду, билесиздер. Сол кезде түркиялык айел жар салды әлемге, билесиздер. Жанагы әлемге мына Куран вирус тарап атыр, мына Куранды окуп отуруп, мен жанагы Курандан кирпигиң Куранга түшүп кетсе, ол кирпикти сен жанагы компаспен, лупамен болсун издеп жүрүп, тауып алып, жанагы фу деп шур жеместен тауып алып, алаканыңа алып, сону кирпикти сууга салып, сону ичип алсаң, сага вирус жуурамайды. Бул нерсени айта кетсин, жасагандар өмүрдө пайдалангандар бармы, жокпу? Өйткөнү бул жерде биз өтө назиктикмен карайбыз. Бул жерде биринчи маселе түстөн өкүм алмастан бурун сол нерсенин канчалыкты өмүршеңдиги, растыгы. Сенде жанагы айтып кеткендей, түстү ол нече ирет көрдүң? Түстү көрместен бурун кандай амалдар жасадың? Мисалы, сени ол вирустан сактайтын башка да нерселер толуп аткан чыгар. Маселен, колуңду жуу, маска тагып жүрүү деген сыяктуу. Одан кийин бул түстү көрө берсең, жанагы ол маселе эң соңку амал дегенimiz жанагы болса, онда сен өзүң истейсиң, бирок сен гана истейсиң аны. Өйткөнү бул түсте әлемге, адамзатка айт деген жок. Өйткөнү ол жерде тек гана сен айтты. Мисалы, ол айел коронавирустан өтө катты коркту, сактанды. Содан кийинги барып жубатуу максатында сол түстү көрдү. Сол амалды өзү жасады жана өзүнүн көңүлү тынчталды. Өйткөнү бул жерде дагы бир сурак туурайт. Мүмкүн ол айелге бүкүл адамзатка деп айткан чыгар. Пайгамбар алейхиссалам үмметиме айт, осулай истесин деген чыгар, деген нерсе чыгат. Бул жерде биздин айтатыныбыз тагдырдын маселесинде. Эгер бүкүл адамзатка деп өкүм айтылса, ондагы шарт ол адамдын ким болгондугунда болот. Оны биз бүкүл адамзатка деп карамайбыз, өйткөнү адамзатты куткаруучу деген биздин дини шаригатыбызга сай орундалады. Яғни адамзатты куткаруучу деген биздин шаригатыбыз боюнча ол пайгамбарлар. Яғни Алла Тағала мына пайгамбарды мен жер бетине жакшылык жайуу үчүн, динимди жеткизүү үчүн жибердим дейди. Міне осы кисилер Алла Тағала адамзатты белгилүү бир кесапаттан куткаруу өкүмүн, яғни міндетін берет. Ал сиз карапайым пенде түстү көрүүчү болсаңыз, сиздин ол түсүңүзгө меган жанагы адамзатка осуну жолда деп жиберди Алла Тағала менин түсүм аркылы, бәлен жылы кыямет болот экен деген нерселерди сиз айтатын болсаңыз, биз ону албетте түш көрүүчү маман, онун үстүнө шаригый өкүмдөрдү устануучу маман иретинде биз бул нерсеңизге сиздин сактыкпен карайбыз. Өйткөнү биздин динимизде кандай да бир пенденин адамзатты куткаруучу боло алатыны айтылмаган. Bunday
адамзаттык өкүм берүү маселесинде бул өтө сактыкпен талкылануу менен, бул жерде тарих бар, адамдын жеке устанымы, сенимдери бар, баардыгын карай отуруп бир натыйже келетін боламыз. Бул экинчи маселе. Үшүнчү маселе дини жанагы, яғни үшүнчү маселе түш жоруудагы бул түш жоруудагы терс өкүмдөр болсашы. Яғни түш жоруудан биз өкүм алууга болады дейтин болсак, онун белгилүү шарттары орундалуу керек дейтин болсак, энди бирөөгө терс нерселерди айтып койсо. Мисалы, сен жанагы ажырашуу тийиссиң. Сен мына жумустан міндетті түрде шығууга тийиссиң. Сен ауырып аткан анаңды таштап кетүү тийиссиң. Сен балаңды анда апарууң керексиң, мында апарууң керексиң деген сиздин көз карасыңызга, сиздин каалооңузга немесе адамдык этикага сайкес келмейтин түстөрдү, өкүмдөрдү айтып атса. Бул жерде де талкууланып кете берет. Бул жерде тагы да карайбыз. Бул өкүмдөрдү ким айттыгында. Эгер ол өкүмдөрдү айтып турган эч кандай белгисиз адам болсо, bir дауыс күйүндө көрдүм мен. Bir дауыс келди, маған сөйтүп айтты десеңиз, албетте биз ону өзүбүз 6 санат, яғни бөлүп жүрген жанагы жиктөөлөрдүн бирине жаткызабыз. Бул дауыс түстөрү деп айтылат. Дауыс түстөрү бул сиздин жай гана сол нерседен коркатыныңызды билдирет. Яғни сиз анаңызды таштап кетүүгө, ажырашуудан коркасыз деп гана айтылады. Bunday дауыс түстөрдө кандай да бир өкүм берилүүгө бул эч кандай да жорууга өкүмгө жатпай калат. Жаныңыз тыныч болсун. Ал эндиги маселе осы бир дауысту сен мына үйдөн кетүү керексиң, анаңды таштоо керексиң, балаңды таштоо керексиң, жумустан чыгуу керексиң, одан да зоруксун айтып ататындар бар. Сен бала тууга міндетті эмессиң деген сыяктуу өкүмдөрдү эстүүчүлөр бар. Енді бұл сөздерді діни немесе сіз құрметтейтін адамдардан айтсашы. Жанагы діни статусқа бар пайғамбарлар айтып атса, әулиелер айтып атса, сахабалар айтып атса, немесе сіздің атаңыз, арғы атаңыз, мен сенің бәлән деген атаң, немесе сіз өмірде көріп көзіңіз көріп өткен туған атаңыз айтып атса. Бұндай түстерді не істеуіміз керек? Егер бұндай түстер сіз көретін болсаңыз, біріншіден ол сөз не үшін айтылды, біз соның себеп салдарын іздейтін боламыз. Яғни сіздің туған атаңыз сізге айтып атса, сен менің үйімде тұруға тиіс емессің, сен 3 күннің үстінде менің үйімнен кет дейтін болса туған атаңыз. Немесе жанағы қайынатаңыз, сен келін болуға біздің үйге жарамайсың, сен мына үйден балаңды алдап кет дейтін болса. Сіз ол адамдарды өмірде көргенсіз, қандай салихалы екендерін білесіз, өмірде өткеннен осы түсті алдыңыз. Ондай жағдайда бірден түстен өкім алынбайды, яғни болды атаң кірді, енді кете бер деген әңгіме болмайды. Ондай жағдайда не үшін ондай түс көрдіңіз, не нәрсе ол түсті көруге итермеледі, сіздің амалдарыңыз қараймыз. Мүмкін сіз әулетке тиесілі болған бір шарттарды бұздыңыз, әулетке тиесілі болған аманатты орындамадыңыз, ести тұра. Осы нәрселердің жанағы жою арқылы, сіздің ол үйде тұрып қалу амалдарыңызды жасауға болады. Яғни бұл жерде де жаңа айтып өткендей бірден сізді түске салып кеттік бардық деген әңгіме болмайды. Кез келген өкім түстерінде біз әрдайым оны талқылаймыз, бірден оны іске асырмаймыз, талқылаймыз. Өйткені түс деген нәрсе біз жоғарыда айттық, қарапайым ғана ұстаным. Түс деген нәрсе оның пайдасы дұға менен садақа сияқты, одан аспайды. Ендеше дұға мен садақаның бізге зияны тимеген секілді, түстің де бізге зияны тимеу керек. Енді келесі мәселе біздегі тағдырға әсер ете ме? Түс жоруда тағдырға түс әсер ете алады. Бұл жерде біз түс жорудың мерзімінде айта кетеміз. Түс жорудың белгілі мерзімдері бар. Сол мерзімдеріне сай түсте тағдырға әсер етеді. Оны барлық адамзат біледі. Түс жанағы балқыған қорғасын сияқты дейді. Жорушы оны айтып атқан кезде сіздің тағдырыңызға жорушының айтуымен сай жанағы құйылып түседі дейді. Жорушы бақытты боласын десе, қорғасында дәл солай құйылады. Жорушы мына жерде сынақ болады екен десе,
қорғасыңызға дәл солайынан тағдырыңызға құйыла кетеді екен. Ендеше бұл жерде тағдырға әсер етеді. Түстің тағдырға әсер ететіні тікелей айтатын болсақ, біздің аңыз әңгімелерімізде бар. Бұл біздің Абылайдың көрген түсі. Жаңағы Жиреншенің жорулары, Әжі Жәнібектің. Абылай ханның баршамызға белгілі түсі, жаңағы арыстанды шаптым, одан қасқыр шықты, жолбарыс шықты деген, яғни осындай бір жануардан жануар шығатын мысалы түсінде ең соңында ұрпақтарының құрт, құмырсқа, бақа-шайын сияқты ұсақ жәндік, яғни ірі жануарлардан ұсақ жәндіктерге айналып кететінін жаңағы Бұхар жырау жориды. Ол әлбетте алғашқы оның ұрпақтары ол Қасым хандар еді, ол Кенесары хандар еді, ол Кенесарының балалары жаңағы Сыдық сұлтандар еді. Одан кейінгісі әлбетте ол қазіргі біздің арамызда жүрген төрелер, яғни ешқандай да хандық статус жоқ. Бұл жерде біз төрелердің бір адамдық қасиетіне, ұлт, ру болған қасиетіне тиіспейміз. Жай ғана Абылай хан еді, ал қазіргі төрелер әртүрлі өзіміз сияқты белгілі бір лауазымда бар жоғы бір адамдар, яғни түстің жорылуы осы еді. Бұл жерде көп тұрғандағындай түс тағдырға әсер етті. Бірақ түстің тағдырға әсер етуі үшін оның бір шарттары керек болады. Ең әуелі әлбетте ол түсті дұрыс жорылуы, және екіншіден ол жоруды Алла Тағала қабыл етті ме жоқ па. Әлбетте ол жерде біз Алла Тағаланың қабыл етпегенін тек уақытқа ғана қалдырамыз. Орындалып жатса Құдайдың қабыл еткені, орындалмаса Құдайдың қабыл етпегені. Онда да біз неге Құдай қабыл етпедің деп жаратқаннан отчет сұрайтын емеспіз, пенделерміз. Ал енді ондай түсті дұрыс жору үшін және де ол түстің орындалу үшін не керек деген нәрсе. Мысалы, сіздің түсіңізде сіз бесік көрсеңіз, бір бесікте 3 балаңыздың сыймай жатқанын көрсеңіз, оны түс жорушы ұрпағың өте көп болады, сен ойлағаннан да көп болады деп жоритын болса, әлбетте бұл иншалла Аллах қаласа тағдырыңызға әсер етеді. Енді бұл жерде тағы айтатын нәрсе, тағдырға әсер ету үшін алдымен ниет, дұға, әрекет керек. Яғни сіз онандай нәрсе болса, болды, мен имамнан естідім, немесе түс жорушыдан естідім, менің деген өзім ойламағаннан да көп ұрпағым болады екен, дей тұра сіз үйленбей жүріп жатсаңыз, жасыңыз 40-қа келіп қалды. Сен неге үйленбейсің десе, мен көп ұрпағым болады, мен білем деп, жаңағы осы түстің үкіміне қатты сенімділікпен өзіңіз әрекетсіз жүрсеңіз, әлбетте бұндай жағдайда сізге ешқандай да ондай ұрпақ болмайды. Пайғамбар алейхиссалам түстеріңді жақсылыққа жорыңдар және оған жаңағы шүкір етіңдер деген. Сондықтан да бұл жердегі шүкір ету, ол ниет етіп, Аллахтан жақсылығын сұрап ниет қылып, сол нәрсеге қарай талпыну. Яғни сен сол түсті ұрпағың көп болады деп түсті жортып алған болсаң, онда сен жақсы жар, денсаулығы мықты, көп бала туа алатын қабілеті де бар, ниеті де бар адамды іздеуге, ер адам болсаң ниеттісің, яғни міндеттісің. Әйел адам болса, өзінің көп баласына қарай алатын, бағалатын, сапалы бір ер адамды іздеуіне керек болады. Өйткені сіздің бақытыңыз сол түсіңізде көп ұрпақты болуда болса, әлбетте одан осы әрекет керек, және ниет керек, және Құдайдан осы түсін жақсылықпен, хайырымен орындалса екен деп тілеуіңіз керек болады. Қорытынды айтқанда, бізде түс жоруда үкім қарастырылады, және де тағдырға әсер ете алады. Үкімді біз әрдайым талқылап, өте нәзіктікпен бірінші дүниелік себептерін қарап беретін болсақ, тағдырдың әсерін Алланың құзырындағы уақытқа қалдыратын боламыз. Ашхаду ан ла иляха илля анта астағфирука ва атубу илейк.